Ал енді сайт дегеніміз не? Сайт дегеніміз бұл бір немесе бірнеше беттен тұратын интернеттегі ресурс. Бұл бетте өзіндік бір материалдар болады. Олар бір-бірімен сілтеме арқылы, бет арқылы бір-бірімен тығыз байланыста. Сол бетте бір тексттер, суреттер, видеолар болады. Ал енді бұл сайт не үшін керек және сіз оны не үшін үйренуіңіз керек? Қазіргі таңда жыл сайын, ай сайын, күн сайын интернет қолданушылар көбейіп жатыр. Және де осы қолдану барысында мысалға өзіне керекті ақпаратты іздейді, мысалға керекті зат сатып алғысы келеді, бір гостиницаға бронь жасағысы келеді, одан кейін жұмыс іздейді, объявление салады. Осының барлығы осы сайт арқылы жүзеге асады көбісі. Осы секілді бірнеше себептермен танысайық. Бірінші себеп бұл компанияның лицосы. Сайт имидж ретінде саналады. Яғни кәсіпкерлер өзінің имиджін, репутациясын жақсартқысы келсе, осы сайт жасатқызады. Былайша айтқанда бұл сайт кішігірім бір бренд, компанияға бренд береді. Екінші себеп бұл 24/7 жұмыс жасайтын интернеттегі виртуалды офис. Яғни мысалға компаниялар өздері туралы ақпарат беру үшін, өздері туралы тауарлары, услугалары ақпарат беру үшін, бұлар клиенттерін өздерінің офисына шақыруға міндетті емес, олар жай ғана қолайлы ретінде сайтты көрсетеді. Сайт арқылы бүкіл осы компанияның системасын, жұмысын, миссиясын, сонымен қатар тауарларын барлығын көрсете алады. Одан кейін бизнес жүргізуге арналған тиімді, эффективті инструмент. Яғни сайт арқылы кәсіпкерлер, бизнесмендер сол тауарларын, услугаларын ұсыну арқылы клиент алып келе алады. Яғни продажа жасай алады. Ақпарат беретін құрал. Яғни белгілі бір маңызды болған жаңалықтарды бөліседі, акциялар, одан бөлек пайдалы бір контенттер жүргізеді, сөздік қорлар. Бұның барлығы сайт жүзінде жүзеге асады. Мысалға, сіз ноутбук жайлы ақпарат іздейсіз, MacBook дейсіз, Google-ға жасасыз, сол туралы мыңдаған ақпараттар шығады. Бұның барлығы осы сайттардан аласыз. Былайша қарап тұрсаңыз, жұмысқа тұру, одан бөлек мысалға квартира іздеу, көптеген осындай процестер осы сайт арқылы көбіне жүзеге асады. Ал енді сізге бұны жасауды үйрену не үшін керек? Яғни кәсіпкерлер өздерінің интернеттегі орнына таласу үшін, орнын алу үшін осы сайт жасатуға заказ береді. Қазір офлайн бизнестен қарағанда онлайн бизнес қатты дамып кеткен. Сондықтан да осы сайттың ойып алар орны бар. Сол үшін кәсіпкерлер өзінің бизнесін дамыту үшін, жақсарту үшін осы сайт жасатуға жақсы қомақты қаражат төлеуге дайын. Жалпы біздің курстың мақсаты, миссиясы сіз осы сайт жасау арқылы өзіңіздің табысыңызды табу. Нөлден бастап профессионалды деңгейге дейін сізге сайт жасауды үйретеміз. Интернет-магазин, корпоративті сайт деген секілді сайттарды жасатуды үйретеміз. Сіз сол арқылы өзіңіз кәсіпкерлерге сайт жасап беру арқылы пайда табасыз. Сонымен қатар немесе өзіңіздің проектіңіз, өзіңіздің бір жобаңыз болса, соны сайт арқылы дамытуды көрсететін боламыз.